Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар қауымы. Бірыңғай жалпы республикалық ата-аналар жиналысы өтілуде. Жаңа оқу жылында балаларды оқыту туралы сіздерге 2020-2021 оқу жылындағы негізгі ақпаратпен таныстырушы онлайн педагог Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Бірыңғай жалпы республикалық ата-аналар жиналысы республика көлемінде 20 тамыз 2020 жылы өтілді. Бұл ата-аналар жиналысының негізгі мақсаты коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты карантиндік шаралар жағдайында жаңа 2020-2021 оқу жылында оқытудың өзіндік ерекшеліктері туралы ата-аналарды және олардың заңды өкілдерімен хабардар етіп таныстыру болатын. Бірыңғай жалпы республикалық ата-аналар жиналысының күн тәртібінде мынадай мәселелер төңірегінде мәселе қозғалады. Жаңа оқу жылында оқу форматтары, оқытудың штаттық режимде санитарлық талаптарды сақтау, яғни бұл бірінші сыныптар үшін қажетті аудиторияға байланысты алдағы уақытта мен бұл тақырыпқа тоқталмайтын боламын. Бұл жерде 5 және 11 сынып ата-аналарының назарына ұсынылатын ақпараттар жайы сөз етіледі. Үшіншіден, қашықтан оқыту баланың мінез-құлық ережелері және оның жұмыс орны, қашықтан оқытуды жүзеге асыратын білім беру интернет платформасымен танысу, жаңа оқу жылында білім алушыларды бағалау жүйесі, балау үшін маңыздылығы, баланың оқу режимі және оның демалысы, баланың өздігінен оқуға қалай ынталандыруға болады, балалардың интернеттегі жұмыс, ата-аналардың бақылауы ережелерімен танысу, ата-аналар мен балалардың қарым-қатынас психологиясы қалай жүзеге асыратындығы туралы кеңінен талқыға салынатын болады. Қашықтан оқыту 2 форматта жүргізілетін болады. Біріншісі, интернет платформаларының мүмкіндіктерін қолдана отырып, мұғалім өзінің өтілетін сабағында білім алушымен тікелей байланысқа трансляция жасау арқылы, эфирге шығу арқылы жүзеге асатын болса, мұндай сабақтар оқушы үшін де маңызды болады. Өйткені 10 минут, 30 минутқа негізделген бұл сабақта мұғалім мен оқушы бірін-бірін көзбе-көз көру арқылы өзіндік қарым-қатынас жақсарады біріншіден, екіншіден тақырыпты түсіну деңгейі өте керемет ықпал береді. Бұл жерде де оқушыға кері байланыс жүргізіледі. Интернет платформалар мүмкіндіктері арқылы мұғалім білім алушыларға өзара қашықтан әрекет жасайды. Ол қалай жүзеге асады? Арнайы WhatsApp, Telegram топтары арқылы оқушының мүмкіндігіне қарай игертуге тиісті қажет тақырыптарды мұғалім видео форматта немесе жаңағы таныстырылым форматында оқушыға жіберіп отырады. Соның аясында өзінің мүмкіндігіне қарай оқушы берілген тапсырмаларды мұғалімге жіберіп, кері байланыс жасап, бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Бұл үдерісте мұғалімге, оқушыға да өте тиімді. Қашықтан оқыту бұл оқу үрдісін ұйымдастыру үшін мектеп платформаға қосылу керек. Яғни әр мектеп өзінің платформасы болады. Қашықтан ұйымдастыруды жүзеге асыру үшін номер 64-ші Жүсіпбек Аймауытов атындағы мектеп гимназия білім платформасын таңдап отыр. Бұл платформаға қалай кіру керек, онымен қалай жұмыс жасау керек екендігін сынып жетекшісі сіздерге кеңірек талқыға салып түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Оқушылардың оқу күнін ұйымдастыру бойынша арнайы сабақ кестесі құрылады. Бұл сабақ кестесінде оқушыларға қалай жұмыс жасау керек екендігін, қай күні қандай үдерістер, қалай тақырыптар болатындығын сынып жетекшісі түсіндіріп өтеді. Сонымен қатар оқу жетістіктері бұл жерде де бөлім бойынша 90-дық жиынтық бағалау жүйесі жүзеге асып отырады. Бұл жерде де бақылау тапсырмалары ТЖБ, БЖБ деген секілді жүзеге асатын болады. Балаға қашықтан оқу үшін қандай құрылғылар керек? Міндетті түрде интернеттің қосылу мүмкіндігі жоғары болу керек. Дербес компьютер, ноутбук, планшет, смартфон секілді қосалқы жұмыстар байланыс жасауға қажет болады. Баланың арнайы жұмыс орны болу керек. Бала жұмыс жасағанда өзіне ыңғайлы, яғни барлық балалармен жұмыс жасауға
қолжетімді болу керек. Сонымен қатар балаларға тыныш жерде, баланың жұмыс кезінде бөлмеде теледидар өшіріліп, жалпы оқыту жағдай жасалуы керек. Сонымен қатар қашықтан оқыту кезінде баланың оқу және режимін құрып алған дұрыс, күн тәртібін, ұйқыдан тұрып, гигиена процедуралар, таңғы астық, қысқа демалысты, кесте бойынша сабақтарға қалай кіреді, ата-ана осы жұмыстардың барлығын бірге күн тәртібін жоспарлау керек. Сонымен қатар мектеп формасында ешқандай өзгерістер жоқ, яғни мектеп формасы өткен жылғы оқу жылындағыдай сақталып отыр. Сонымен қатар соған қосымша 20-21 оқу жылында қойылатын талаптарға өзгерістер енгізіліп отыр, яғни санитарлық эпидемиологиялық ахуалды ескере отырып, іс-шаралар кезінде оқушылар сабақтарға ыңғайлы киімде қатыса алады. Ата-ана балаға сабаққа ыңғайлы киім таңдап, киім тәртіпке келтірген, оқуға бейімделуге көмектесетіндігін түсіндіріп өткен дұрыс. Сонымен қатар баланы оқуға ынталандыру бұл тек қана мұғалім тарапынан ғана емес, ата-ана тарапынан да қолдау көрсетіп отыру керек. Сонда ғана біз нәтижеге қол жеткіземіз. Ата-аналар өзінің бала сабақ өтіп жатқан кезде балаға мүмкіндігінше агрессивті, болмаса жаңағыдай фотосуреттер, балаларға бейтаныс ақпараттарды ашуға, болмаса тыйым салынған сайттарға кірмеуін қадағалап отыру керек. Баламен үнемі жиі жұмыс жасап, қарым-қатынас жасап отыруды алға тарту, бұл ата-ананың еншісінде екенін айтамыз. Яғни сонымен бірге қажетсіз балаларға спамдар, болмаса жаңағы балалардың психологиясына әсер ететін кері ақпараттарды қарамауын кеңес бергеніміз жөн. Сонымен қатар балалардың интернет жүйесін қалай жұмыс жасау керек екендігін ата-ана айтып отыру керек, көрсетіп отыру керек. Себебі балалар алғаш құрылғымен қалай жұмыс жасауды жақсы білмейді. Сондықтан да осыны бағыт-бағдар беретін ата-ана және ұстаз. Оқу үрдісін ұйымдастырудағы жауапкершілік, білім беру ұйымдарының жауапкершілігі, ата-ана мен оның балаларымен тығыз қарым-қатынас жасап отырып, әрбір баланың оқу мүмкіндігін ашып, тапсырмаларын орындауына қолжетімді етіп берілуін жүзеге асыру. Ата-ана мен оқушы білім беру бағдарламасын орындау үшін тығыз байланыс жасап, бір-бірімен ынтымақтастық ортада болу қажет. Ата-ана балалардың қашықтан оқуына жағдай жасай отырып, сонымен қатар мектеппен байланыста болу керек. Ал оқушылардың қандай жауапкершілігі болады бұл тұста? Сабаққа күнделікті қатынасу керек. Тапсырмаларды күн сайын өздігінен орындап, белгіленген уақытта мұғалімге байланыс құралдары арқылы тапсырмаларды жіберіп отыру керек. Сынып жетекшісімен, пән мұғаліммен тығыз байланыста болу керек. Оқу материалын толықтай игеріп, сапалы білім алуға оқушы да ұмтылса, алынбайтын асу, бағындырмайтын белес болмайды. Құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, біз сіздермен біргеміз, бірлесіп жұмыс жасауға дайынбыз. Сондықтан да әрбір ата-ана, оқушы, мұғалім үштік одақ аясында тығыз қарым-қатынас болу қажет деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы күнге сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.